кәні мына темекімді жағып жейінші. О, әдемі кетті анау темекі деген. Мынау деген вообще қала деген мықты отыр. Осыған ұйықтап тұрып, әдемі енді темекімді тиіп алайын. Енді тамағым қазір тамақ ішетін жерге барайын. Сосын барып бәрі керемет болады. Мә саған, кстати, маған бос тапсырма берген екен ғой, я. Мынанка өшіре салайыншы. Өшірдім. Ал қасқа, не істейін ал? Машинаны таңдап барып, немді барайын ба? Или барып тамақ ішіп, барып кайфовать етейін ба там мынау машина ойнап. Либо боссың айтқан тапсырмасын орындап тастап, шамалы ақша алып, сосын барып кайфовать етейін ба? Ал қайсын таңдайын мына екеуінің? Блин, что-то бұл енді өте бір қиын таңда болайын деп тұр енді. Білмеймін енді. Давай, жұмыс істеге. Бірінші енді жұмыс істеген жөн болар деп ойлаймын. Так, есікті фон күткіз жауып жүреміз. Так, бізде ол, қазір картаны ашқан кезде ол бізде, ол походу тау жақта деді. Онда біз қазір тау жақ қарай баруымыз керек қой, ә? По плану біз тау жақ қарай баруымыз керек. Тау жақ ол примерно менің алдымда тұр, анау тұрған. Блин, ол жақ деген бір өте алыс қой енді. Ол жаққа барам дегенше майымда таусылып, бензин бәрі бітіп, барып ақшамда бітіп, сөйтіп кетпесе олар еді. Жарты жолға кеп. Енді ол жақта енді BMW-ма бір көлік тұр дейді. Осы жаңа енді мен BMW-ның фанатымын ғой енді мен. Джонни деген вообще мен BMW-ның фанатысымын ғой мен деген. Өте керемет. Мынау деген бірінші машинаның қаяқта екенін біліп алу керек еді. Мынаяқта енді қызылға қарамай жүре берейік. Не дегенмен біз енді қалаң ең күшті бандит емеспіз ба, Ата Криша деген любой жерде бар ғой. Атасын алет. Давай жүрейік ал. Так, және осы видеоны қарап отқан бәріңе айтарым, өскенде бай болып, ата-аналарың мың жасап ешқашан ауырмай, вообще ауырмай, көп жасап бақытты болып кетсін, және еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын дейсің ғой. Аумин, сондай дәрежеге дейін тезірек жетейік. Ал мына видеоны көріп отқан адамдар тезірек каналға тіркеліп, лайкты басып, достарына таратып, комментария жазып жіберсе, соның бәрі кәдімгідей орындалып кетуші еді. Тезірек енді мынау бару керек болды. Так, мыналарға мен аталам ба бір нәрсе? Оппана, менде, кстати, оружиялар бар екен ғой. Так. Мына жерде бір нәрсе. Коктейль молотов алақтыр. Масаған, болды, мен жоқпын. Түстім анау? Түскен. Оппана. Кет бар, не ол дейсің шама? Мәсаған, сендерге шаш жерім ғой, аттак. Так. Блин, ол, кстати, бізде не деген жоқ ба? Стройка жақта деген жоқ ба, Блин, стройкаға дейін бару керек болды ғой. Стройка, или осы жерде ол, походу. Кетіңдер, жақындамаңдар маған қарай. Ана мақтыр жүрген соң конкретно как она есть. Мен уже полиция қойын деп отырмын. Так, онда мына жаққа қарай шығып кетейін. Ана велосипедті не істеп тұр анау? Так. Бізге барып, неге қарай бару керек та? Ойбай. Так, мыналарға соқпай қойын. Ешкімге лишний ақшамда шашпай қойайын. Бізге қарай енді стройка қарай бару. Не олды конкретно осып кеткім кеп тұр ма? Кеттік құры. Так, біз енді опана, міне. Дәл өзі келдік та біз походу жерге жеттік. Так, мына жерде тезірек пойыз өтіп кетсін. Мына жерде адамдар жүретін жер жоқ деймін да. Так, тезірек пойыз өтіп кетсін. Мына жерден кетіп қалайық тезірек. Так. Енді мына жерге тезірек біз барып бір не машина екен ол өзі. BMW-ның қандай түрі екен? Опана, былай өтеміз. Және жаймен былай өтіп, былайнан өтіп. Так. Анау тұрған машина емес пе екен, Нечайын анау емес пе екен? Ол деген өткен баған жолдың жағасына тұр деп. Осы машина деймін, походу. Міне, тұр екен ғой машина. Так, оппана, мынау BMW F неше екен мынау? F92 мет? Сонда емес па да? Мынау деген F92 BMW мына жақта не істеп тұр? Бұл деген жүрем екен? Кән айдап көрейінші? Бұзылып тұр екен ғана, жүрмейді мынау.
Бәсе, сол екен ғой мен шақырған. Әйтпесе деген аңғара іштің бәрі быт шығып жатыр екен. Давай біз онда сенен тезірек мінгізіп алайық. Так, артымызға барып, так, бүйтіп түсіріп, және көтеріп алайық бұлайнан. Кеттік ал. Так, жаймен бұны осылайнан бастаймыз. Ал енді бізге барып енді бұны S100-ға апару керек болды ғой, конкретно мұнан қара уже нелер сынып жатыр, кәдімгідей дөңгелектердің бәрі жарылып быт шығып жатыр. Ана екінші дөңгелек жарылып жатыр. Мәзан үшінші дөңгелек жарылып жатыр уже. Төртінші қашан жарылады екен? Так, опана, анау пойыз келімнен өтіп кетейік. Опана, мына жер что-то тупик екен мына жер. Так, онда бүйтіп кетеміз, мына жерден былай өтеміз. Так, саламалейкум, қалайсың пойыз мырза? Так, біз енді тезірек, айбай, мынау деген өте ауыр екен, енді мына жер деген, ойбай. Былайнан өтіп кетеміз. Міне, как анайыз. Кеттік ал, тюнинг жақарай барайық. Или осы жерде бар ма екен тюнинг салондар, Осы жерде бір тюнингтайтын жерлер болса, баруға болады да. Так, бізде осы, біз алдында бір әйтеуір жүрген кезде мен досыммен бір нені көріп қалған болатынмын. Тюнинг жасайтын жер. Сол жерге барып, наны барып тапсырып кетпесем болмайды енді. Сол жерге барып қазір сөйлесейші мен өзі ол адаммен. Міне қалаға да жақындап қалдық. Енді мен анау адаммен осы жаңа сөйлестім, ол адам айтады, короче, мен S100-ның алдына апарып қоя бер, сияқты жұмысшылар болады, сол жұмысшылар алады, либо өзім барып жөндеп тастаймын дейді ғой, әйтеуір. Айттым бәрін, қандай машина екенін, BMW екенін, дұрыстап жөндеу керек екенін айтсам, мен енді бос, мен дұрыс жөндемесем, бұны енді бытшым шарп тастайды ғой, мен бос деген. Не деген мен? Әдем жөндеу керек, кетіңдер, ей, Джон емеспін мен, құра бар. Кімсің сен, конкретно? Так, жүре берейік. Осы жақта S100 бізде осы жақта болатын. Ол енді қандай S100 екен енді мен әзірге білмеймін, жақсы жөндеме екен, әлде жаман жөндеме екен, оны мен әлі білмеймін. Бұның қазіргі цветі көк екен, қазіргі цветі сұр екен. Кетші әрмен, мен деген жөндеймін, құрыңдар бар. Так, бұның қазіргі цвет сұр екен, бұны енді қандай цвет десем болады екен? Бұны сары цвет десем болады екен, көк цвет десем болады екен. Әйтеуір екеуінің біреуі дей салайын, Сол екеуінің біреуі дей салайын. Сол екеуінің біреуі болсын, әйтеуір қазір маған әйтеуір күшті болып цвет қып істеп береді ғой, әйтеуір сол екі цветтің біреуін істеп бере салыңдар деймін. Соны қазір мен айтамын, соны істеп беріңдер деп, соны істеп берер деп ойлап қоямын да. Міне, уже машиналар жөнделіп тұр екен ғой. Так, мен онда битем қоя бұл машинаны. Так, битем да мына жерге бүйтіп қойып кетем. Қойып кетем. Және де біз шамалы былайнан кетіп қаламыз. Машинаны қойдым. Ал енді мен бір 3 күннен кейін, 4 күннен кейін келетін болам. Енді білмеймін, мен нормально жөндеймін екен. Ал біз енді барып кайфовать етейік, тамақ ішіп, одан кейін барып қыдырып кеттік. Давай. Опана. Смело ғой. Аттак шашкавать етеміз ғой, қаланың ішінде соқпай. Бәріне кәдімгідей мықтай дейміз ғой, біз деген машина не деген жон емеспін ба мен деген. Так, енді қазір біз машина дайын болды дейді. 3 күн өтті, уже кеш болып жатыр екен, тірлігімнің бәрін бітіріп. Әйтеуір осы жаққа келатқан әйтеуір жайым ғой, әйтеуір. Сендер әйтеуір түсінбей қалмасаңдар болғаны. Енді ана машинам қандай болып тұр екен? Енді ол айтты маған, короче, сары цветке бояп тастадым деді. Давай, мейлі, сары цветке бояйсың ба, көк цветке бояйсың ба? Мен өзім саған айтқанмын, бәрін өзің білесің деп. Бәрін өзің білесің деп. Енді сары цветке боятсам, ничего, сары цвет деген менің жақсы цветім ғой. Мынау да сары цвет, ол да сары цвет, өте керемет цветтер ғой. Так, ол қайда еді? Опана, өтіп кеткен екенбіз ғой. Так, өтіп кеттік. Так, енді бұл жақта мен машинам не болып жатыр екен? Мынау деген өте долгожданный момент дейсің ғой. Ал енді машинаңды тап. Машина қайда? Саламатсыз ба ағай? Так, мен машинамды осы жерге бүйтіп қоя тұрайын. Так, мына жақты іздеп көрейінші. Мына жақта ашыла ма екен былайнан? Так. Есік бар екен ғой, конкретно как она есть дейсің ғой. Опана. Саламатсыз ба? Так, секіріп өтіп кете салайыншы былайнан. Давай, опана. Ойбай, мынау менің машинам ба точно? Аңғара, первый лицемен қарап көрейінші. Ё-майо, достар, кім BMW-ның фанаты? Смело лайк басып кетіңдер. Мынау не істеп тұр ена жерде? Мен машинам анан алдында уже
бағана азандама жөндеп осы жерге қойып қойған ғой, иә, конкретно одан кейін біреу ма бір жұмыскерлердің машинасы осы жерге қойып кеткен ғой. Так, ема мынау деген титанкасын ауыстырды, цветін ауыстырды, бампер салыпты, тағы да не істеген, тонировка жабыстырыпты, артқы бампер ауыстырған. Мынау фарына бір нәрсе жабыстырған ба, или маған мне так кажется? А, давай отырып көрейінші ал. О, менікі екен ғой, а так. Ой, өзімдікі ғой. Ойбай. Саламатсыз ба ағай? Ема. Ема, мынау деген. Түрі жаман күшті ғой мынау деген, соғама. Бірақ жаман көтен бұрылады екен жаман, қара. Ема, жаман дрифтовать еткен. Ема, давай, смело бас ал енді. Даусы деген вообще, достар, өте керемет екен. Базар жоқ ана бәкеңе, жақсы істейткен бәкеңе сос деген. Бірақ шамал скорысын жамал жөндеу керек. Наңғара анау деген қайттан теріс айналып қалып, мынау не зат мынау вообще. Давай. О! Ема, мынаны. Ема, мынау деген өз-өзін ұстамай тұр ғой, қазір күте тұрыңдаршы, мен бір от алдырып алайыншы, мынаны шамалы. О, примерно жөндеп алдым деп ойлаймын, шамалы бір от алдырып, бір шамалы әйтеуір несін келтіріп алдым ғой. Ема, енді мен бұны барып бастыққа тапсыру керек қой енді, мынау деген. Қайттан таксимен қайтып, өзімнің машинама обратно барып қайтып әккілу керек енді машинамда. Ема, далада уже түн болайын деп жатыр, тезірек үйге барып қатын бала шағаны бастырамайын ба, конкретно дейсің ғой. Ема, мынау деген конкретно қалпақ болып тұр ғой мына машина. Ойбай, мынаны қара. Ема, өте эпичный момент кетті осы жаңа жерде. Кәдімгідей мощный кетті. Хопана деп мына жерден өтіп кетеміз. Ема, мынау деген. Так, жасыл жанды, мен уже дала деген қараңғы болайын деп жатыр. Конкретно ше. Мынаны тезірек бастықтың үйіне жеткізіп тастамасам, кәдімгідей жаман қылайын деп тұр ғой бастық деген. Осы жаңа бір звондады да қайтадан айқайлап тастады, Джонни қайдасың, анау мынау деп. Так, тезірек бұрылып, тезірек бәрін істеп, бастықтың үйіне как она есть четко машинаға апарып берейін. Ол маған $1 миллион берем деген тұғын. $1 миллион деп қойды дейсің, оның қаяқтың $1 миллион. Ол сондай ақшаны енді үміттенемін ғой енді бастықтан. Ода деген қаяқтың миллиардтап ақшасы бар ғой. Секірме, жемен. Жынды ма мынау конкретно қуа деген ғой. Так, былай өтіп кетеміз. Және де бізге тезірек барып, бұны апарып тастап, одан кейін өзім машинам бар алып кету керек. Ема, өте кәдімгідей қиын болайын деп тұр ғой маған, кетті, ема. Так, осы жерде емес пе де бастықтың үйінің алдына апарып тастайыншы. Қазір тағы да әңгіме айтып жүрер, не гаражға апарып тастағансың, не ана гаражға апарып іздеуім керек мен өз машинамды, неге мына гаражға апарып іздеуім керек мен өз машинамды деген әңгімелер айтады қазір маған бастығым. Бұны енді не дегенмен шешіп тастау керек қой, кәдімгідей өзім машинам айдап жатқан кезде. О, наңғарсы бастық деген элита ғой, элитный районда тұрады. А так менің бастығым деген күшті ғой, кәдімгідей бай ғой, бай. Так, ол енді қай үйде тұратын еді ол? Оның үйін ізде ал, қаламқас. Саламатсыз олайын деп тұр ғой осы ме? Так, қай жерде еді? Осы жерде бір главный дорога бар еді осы. Тезақ жүріп кететін бір, бұрылып кететін бір дорога не жер бар еді ғой? Ол жер қайда екен? Опана, что-то көріп жатырмын ғой, бастықтың үйін нақты уже сразу көрінеді ғой. Так, мен мына екеуі де бастықтың үйі, по идее, бірақ екеуін біреуіне қалдырып кетуім керек. Қайсыны алдырып, давай да мен осыған алдырып кетейін, жерінен бүйтіп жаймен бүйтіп ашып жібереміз. Бісміллә деп, ойбай, мынау жердің бәрін қырды ғой конкретно. Так, мынау аша ма екен несін? Или давай гаражның алдына қойып кете салайын. Вот міне машинасын әдемі қойып кеттім, базар жоқ. Енді мынау машина деген өте керемет машина екен. Енді бұны енді бүгін тексермей ақ қояйық енді бәрін. Анау мынау деп вообще былайнан тұрса керемет мынандай фон шығады. Міне мәнен қараңдаршы, өте керемет фон шығады. Ема, мынандай нәрсені деген видеоға түсіріп, либо суретке түсіріп алу керек. В общем, давай, мен кетіп қойын, не қарай тезақ. Ал енді мен не істеймін ал енді? Ал енді мен осылайынан мына жерден такси ұстап,
барып енді бмвымды аламын енді емай басқа не істеймін. Ал сендер болсаңдар керемет лайктарыңды емай басыңдар, каналға тіркеліңдер және де комментария қалдырыңдар. Йо, достар, аман сау болыңдар, келесі жүздескенше. Все, мен кеттім. Ойбай, емай, мынаны тақалып қалдым ғой.